2020 жылы ауылдық елді мекендерді сумен жабдықтау бойынша 234 жобаны іске асыруға 63,7 миллиард теңге қаражат бөлінді. 2020 жылдың қорытындысы бойынша ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау қызметтеріне қолжетімділік 90,1% құрады. 2021 жылы 241 жобаны іске асыруға 69,3 миллиард теңге көзделген. Ағымдағы жылдың қорытындысы бойынша қолжетімділікті 91,8%-ге жеткізу көзделген. Бүгінгі күні елімізде 6316 ауылдық елді мекен бар. Оның ішінде 1922 ауылдық елді мекен әлі күнге дейін сумен жабдықтау қызметтерімен қамтылмаған болып есептелінеді. Ең төменгі көрсеткіштер негізінен Қостанай, Павлодар, Жамбыл облыстарында байқалуда. Дегенмен өткен жылы жұмыспен қамтудың жол картасы шеңберінде қыруар қаражат бөлінді. Кейбір аймақтар осы бөлінген қаражатты елді мекендерді сумен жабдықтауға жұмсап, нәтижесінде мысалы Жамбыл облысы артта қалған аймақтардың бірі еді. Қазіргі күні оларда қолжетімділік 82,2% құрайды. Бұл да бір жаңағы Жамбыл облысының ауыз сумен жабдықтау мәселесіне өздерінің жаңағы басымдық берген түрлері. Сонымен бірге бүгінгі күні бізде солтүстік аймақтарда ауыз су көздерінің тапшылығы байқалуда. Ол негізінен Қостанай, Солтүстік Қазақстан, Павлодар облыстарында жердің астында тұщы су көздері жоқ. Сондықтан да топтық су құбыры арқылы басқа жақтардан 100 км, 150 км алыстан су тартуға мәжбүр болып жатыр. Енді бізде мына елімізде тұщы су көзінің қоры барлық жерде біркелкі орналаспаған. Бір жерлерде мүлдем судың жаңағы қоры жоқ деп есептесек болады. Соны біздің халықтың арасында түсіндіру жұмыстарын жүргізу. Ең басты мақсатымыз жаңағы суды үнемдеу керек. Әкімдіктермен бірлесе халықтың арасында жаңағы суды үнемдеу мәдениетін қалыптастыруымыз керек. Кейбір мысалы аймақтарда судың көзі бірнеше көз болғандықтан адамдарда таңдау болады. Сондықтан олар жаңағы су құбырына қосылмай, үйінде қазып алған құдықтардан пайдаланғанды жөн көреді. Ал негізінен ол құдықтағы судың сапасына ешкім кепілдік бермейді. Егер олар мына су құбырына қосылған жағдайда, олар кепілдендірілген сападағы ауыз суды қолданар еді. Бүгінгі күні елімізде 1922 ауыл сумен жабдықталмаған болып қалуда. Оның ішінде 1129 ауыл халық саны 200-ден кем ауыл болып саналады. Мұндай ауылдарда экономикалық тұрғыдан тиімді болатын су тазартудың кешенді блок модульдерін орнататын боламыз. Осы арқылы жаңағыдай біз 2025 жылдың соңына дейін республика халқын толық көлемде сумен жабдықтау қызметтерімен қамтамасыз ететін боламыз.